Құрметті әріптестер, біз Gradescope платформасын қарастырдық. Енді одан бөлек тағы да екі платформаны талқылаймыз дедік. Оның біреуі Turnitin. Бұл Gradescope'тың негізгі жоғары компаниясы. Turnitin платформасы негізі әлемге өте әйгілі, өте атақты. Мен өзім студент болған кезде университетте біз Turnitin платформасын көп қолданатынбыз. Turnitin платформасы бұл мәтіндермен, эссе жазған кезде сол мәтіндермен жұмыс істейтін платформа. Turnitin платформасын біз оқушы кезде көп қолданатынбыз. Біздің эсселерімізді осы платформа арқылы тапсыратынбыз. Енді Turnitin туралы ақпарат білу үшін Turnitin'дің өзінің сайтына кірейік. Мына жерде не дейді? Turnitin, одан кейін turnitin.com деген сайтқа кірсеңіз, осы ақпараттарды көресіз. Енді мына жерде не үшін Turnitin дейді? Көп ақпараттар бар. Басқа продукттар бар, ресурстар бар, партнерлер бар. Бірақ біз қысқаша негізгі сайтты қарап өтейік. Empower students to do their best original work дейді. Яғни студенттерге бір мүмкіндік берейік дейді, олардың ең күшті, ең оригинальный жұмыстарын жасауға мүмкіндік берейік. Яғни Turnitin балалардың көшіруін тоқтатуға тырысады. Мына жерде Advanced Learning with an AI Writing Detection Solutions Built for Education. Шынымен де біз оқушы кезде, эсселер тапсырған кезде Turnitin'дің негізгі функцияларының біреуі ол плагиатқа тексеру. Неге? Себебі Turnitin'ның үлкен базасы бар еді. Барлық студенттер Turnitin арқылы тапсырады. Және Turnitin ол базаның ішіне бүкіл эсселерді жинайтын. Және де мен біреуден көшірсем, ол сразу көрсететін. Сен мына адамның эссесін көшіріп алдың деген сияқты. Егер мен басқа бір сайттан бір жерден көшірген болсам, оны да көрсетеді. Сен мынандай жерден, мына сайттан осы параграфты көшіріп алдың дейді. И плагиаттың процентін көрсетеді. Мысалы, біз студент кезде бізге плагиат егер 30%-дан асып кетсе, яғни 70% оригинал болмаса, онда бітті, біздің жұмысымыз қабылданбайтын. Бірақ қазір жасанды интеллект, ChatGPT қатты дамығаннан кейін, ChatGPT-дің өзімен көптеген адам тапсырмаларды жаза береді. Әсіресе мәтінге байланысты. Осыған байланысты Turnitin мынандай қызық нәрсе істеп жатыр. Turnitin'де негізі Turnitin бұл ақылы. Тура Gradescope сияқты ақылы платформа. Ең алдымен соны айта кетейін. Сіз өзіңіз жеке басыңызға бұны да өкінішке қарай қолдана алмайсыз. Себебі тура Gradescope сияқты Turnitin'де мекемемен келісім шартқа отырады. Олардың сол үшін бір фиксированный бағасы да жоқ. Олар әр мекемеге жеке бір баға айтады. Олар неше студент бар екен, неше мұғалім бар екен, соның бәрін есептеп бір баға ұсынады. Мысалы, 1 жылдық подписка деген сияқты. Бірақ мен бұл платформаны сол үшін қолданып көрмедім. Олар маған доступ бермеді. Енді мекеме ретінде алсаңыздар қолдана аласыздар, бірақ жеке доступ бере алмаймыз деді. Мен олардың сату бөлімімен сөйлестім, неше түрлі варианттар ұсынып көрдім, бірақ олар көнбеді. Одан кейін олардың техподдержкамен сөйлестім. Ол жерде Анна деген кісі, біз видеомен сөйлестік. Сол кезде ол кісі Turnitin'нің қалай жұмыс істейтінін маған түсіндіріп берді. Енді мен соны сіздерге қазір айтайын. Мына жерде де суретте байқағаныңыздар, во-первых, Turnitin қазір ChatGPT-мен жазылған мәтіндерді, эсселерді таба алады. Егер мысалы бір оқушы ChatGPT-мен жазып Turnitin'нің ішіне жүктесе, Turnitin оны сразу көреді. ChatGPT-мен жазылған жерлерді жасылмен белгілейді. Мына жерді сен ChatGPT-мен жаздың дейді. Кейбір студенттер ақылды болып мынандай нәрсе істейді. ChatGPT-мен жазады, одан кейін ChatGPT-ге айтады. Енді осы мәтінді парафрейзинг жаса дейді. То есть бұны басқа стильмен жаз. Бұны менің тіліммен жаз. Как будто мен оқушы, студент жазған сияқты жаз дейді. Бұл айтқан кезде тура сол нәрсені басқаша жаз деп айтып береді. Бірақ Turnitin бұл нәрсені де түсінеді екен. Олар парафрейз, то есть өзгертілген мәтіннің өзін түсінеді де оны күлгін түспен бояйды екен. И бұның бәрі
жасанды интеллект арқылы жасалады. Былай айтқан кезде жасанды интеллектті тексеретін жасанды интеллект қолданады. И және де Turnitin бұл салада номер 1 деп айтуға болады. Ең атақты платформа осы. Одан бөлек мына жерде енді сайтты қарап шықса болады. Неше түрлі отзывтар бар, видеолар бар, бірақ мен сіздерге көрсеткім келгені мына жерде де уже сразу көрсетіп жатыр. Мен видеомен Анна деген кісімен сөйлескен кезде ол кісі маған бір сыр деп айтпай ақ қояйын, бірақ Turnitin Clarity деген жаңа бір платформа, жаңа бір функция туралы айтып берді. Ол платформа әлі қолданыста жоқ. Оны келесі академ жылда, Құдай қаласа, август-сентябрьда уже біз басқа адамдарға доступ береміз деді. Бірақ уже пресс-релиздар жасалды и халыққа примерно функционал түсіндірді. Мына жерде ең үстінде соған бізді сілтеп отыр. Енді Turnitin Clarity деген мына жерде bringing transparency to the writing process. Bringing transparency деген бұл прозрачный деген сөз. Прозрачность болмаса шынайылықты мәтін жазу процесіне жеткізу дейді. Былай айтқан кезде мен сіздерге қысқаша түсіндіріп берейін. Turnitin Clarity деген платформа мынандай. Сіз Turnitinнің ішіне аккаунтпен кіресіз оқушы ретінде, и сіз мәтіннің өзін соның ішінде тересіз. То есть сіз өзіңіз компьютерда Word-та ашып жазбайсыз. Turnitin Clarity'дің ішінде бүкіл нәрсені соның ішіне жаза бастайсыз. И Turnitin Clarity сіздің бүкіл жасаған нәрселеріңізді жазып сақтап отырады. И одан кейін ол мұғалімге кепілдік бере алады, гарантия бере алады. Мына студент бүкіл нәрсені өз қолымен жазды дейді. Болмаса бір оқушы бір жерден мынандай параграфты көшіріп ана жерге жапсырған болса, ол оның бәрін көреді. Мына текст жоқ еді, бір моментте ол осыны мына жерге бір жақтан көшіріп қойды дейді. Уже сразу көре алады. Яғни мұғалім уже оқушы өзі жазды ма, болмаса басқа бір жерден көшіріп алып келді ма, сол процесті көре алады. Бұл мұғалімге де жақсы, студентке де жақсы. Неге? Студент өзінің еңбегін көрсете алады. Мен бұл мәтінді, бұл эссені өзім жаздым деп дәлелдей алады. Turnitin Clarity платформасы арқылы. Бұл өте ыңғайлы, бірақ өкінішке қарай бұл пока ағылшын тілінде ғана істейтін болады. Бұл қазақ тілінде, басқа тілдерде әлі жоқ, но менің ойымша басқа тілдерге де жай ашылады. Әсіресе қазір жасанды интеллект қатты дамығаннан кейін жасанды интеллектке уже қатты разница болмай қалуы мүмкін. Ол кез келген тілді уже түсіне алатын болады. Turnitin Clarity деген сол. Мына жерде не дейді? Bridging the gap between students and educators. Яғни бұл оқушылар мен мұғалімдердің арасындағы түсініспеушілік моменттерді шешетін нәрсе. Turnitin Clarity арқылы біз шынымен шынайылықты осы жерде көрсете аламыз. Clarity деген сөздің өзі де сол. То есть айқындық деген сияқты. Не үшін Turnitin Clarity'ді қолдану керек дейді? Не үшін Turnitin Clarity'ді қолдану керек деген кезде мынандай нәрсе айтады. A complete view of the student's writing process. Яғни студенттің жазған процесті толығымен анық көруге болады дейді. The power to guide responsible AI use. Turnitin Clarity'ді студент қолданып эссе жазған кезде жасанды интеллект ішінде уже бар. ChatGPT ішінде бар. То есть ChatGPT-ді қолданып кейбір мәтіндерді жаза алады. Бірақ ол нәрсе уже белгіленіп тұрады. Мына параграфтағы мына идеяларды ол ChatGPT-мен жазды деген нәрсе уже белгіленіп көрсетіп тұрады. Бәрі анық көрінеді. All integrity insights in one place, streamlined, actionable feedback. То есть осы жерде мұғалім де бүкіл процесті көргеннен кейін студент бірінші сөзін жазғаннан бастап соңғы сөзіне дейін қалай жазғанын бүкіл тарихын көре алады. И көре алғаннан кейін мұғалім детально кері байланыс бере алады. Яғни студент те өзінің жазу процесіне де кейбір қызықты ақпараттарды, кері байланыстарды мұғалімнен ала алатын болады. Мына жерде суреттерді көре аласыздар. Жалпы бұл платформа қалай көрінетін болады? Видеосы да бар. Бұны қарасаңыз болады. Мына жерде анкетаны толтырып, осы Turnitin Clarity'ға байланысты сізге хабарласып түсіндіріп бере алады. Енді мен уже бұны істедім, сол үшін мен бұны толтырмаймын. Бірақ сіз егер қаласаңыз, кіріп қолдансаңыздар болады.
бұл Turnitin деген платформа еді. Енді екінші платформа бар, Examnet деген. Оны да сіздерге көрсетейін. Міне, Examnet. Бұл платформаның ссылкасы exam.net. Енді бұл платформаға кірген кезде сразу сіздерге бірінші беттен айтып отыр. Бұл қандай платформа екен? Simply Powerful Online Exams дейді. Қысқаша айтқан кезде өте мықты онлайн емтихан алатын платформа. Бұл платформаны мен қолданып көрдім. Жалпы біз колледжде мұғалімдер болып бұны көп қолдандық. Бұл платформаның тегін версиясы да бар, бірақ ақылы версиясы да бар. Тегін версиясында, в принципе, онлайн емтихандарды алуға болады. Бұл платформаның бір мықты жағы балаларға көшіру өте қиын. Неге? Себебі бұл платформада олар мысалы емтихан басталған кезде оқушы осы браузердің окошкасынан шыға алмайды. Шығатын болса, онда емтихан сразу жабылып қалады. Блокқа түсіп қалады студент. И мұғалімге сообщение келеді. Мына оқушы экзаменнен шықты дейді. И мен өзім шешіп аламын. Мен оған, мысалы, ол байқамай шығып кеткен болса, мен оған ашып бере аламын. Болмаса, болды деймін да, сен демек бір жақтан көшірген болуы мүмкінсің деп жауап тастай аламын. Енді бұл жерде неше түрлі қызық ақпараттар бар. Бірақ мен сіздерге айтқым келгені, бұл жердегі жасанды интеллект бағалауда қолданылмайды. Gradescope Turnitin сияқты. Сол үшін біз бұл платформаны қатты қарастырмадық. Бірақ бұл платформа жасанды интеллектті қолданады. Қашан? Онлайн емтихандарды құрастырған кезде жасанды интеллект бар. То есть сіз сұрақтар құрастырған кезде ішінде AI деген кнопка бар. Жасанды интеллектті басқан кезде ол сізге сұрақ құрастыруға көмектесе алады. Бірақ бағалаған кезде көмектеспейді. Бірақ бұның ішінде тура солай бағалауда сіз тест жасасаңыз, ол бағалап бере алады. Сіз заранее дұрыс жауаптарды белгілесеңіз. Бірақ ол болмаса, сіз вручную бәрін бағалап отырасыз. Әр баланыкін жеке бағалайсыз. Болмаса, жауаптарын бәрін бір PDF қылып жүктеп аласыз, одан кейін сол файлдан да тексере аласыз. Бірақ бұл емтихан өткізу үшін өте керемет платформа. Бұл жерде бірнеше левелдар бар, дәрежелер бар. Ең қарапайымы бар, одан кейін сәл қиындау, бағанағы айтқандай. Балалар уже браузердан шықса бітті, окошкасы жабылып қалады. Бұның бәрі тегін версияларында бар. Ақылысында мынандай функциялар бар. Бүкіл экран жазылады. Бала экраннан шыға алмайды, экран жазылады. Бала бүкіл емтихан бойы не жазған нәрселердің бәрі жазылады, көріп отыруға болады. Одан кейін веб-камера қосылады. Қателеспесем, әр 10 секунд сайын оқушының суреті түсіп отырады. Бұл не үшін істелген? Мысалы, оқушы өзінің орнына басқа біреуді әкеліп отырғыза алмайды. Себебі веб-камера постоянно түсіріп отырады. Немесе кейбір оқушылар былай істеуі мүмкін. Бір компьютерден қояды, мысалы, үйде болса. Қасында телефонмен кейбір нәрселерді көріп отырады. Бірақ веб-камера қосылған үшін біз оның бәрін көре аламыз. Бала тура экранға қарап отыр ма, болмаса шетке басқа бір экранға қарап отыр ма. Соның бәрін тексеруге көмектесетін платформа. Біз бұны өте көп қолдандық, шынымен өте керемет платформа. Examnet'тің еще бөлек мобильді қосымшасы бар. Балалар мобильді қосымша арқылы да кейбір тапсырмалар жасай алады. Оның ішінде ол тіпті ол жерде көшіру өте қиын. Емтихан барысында балалар көшірмей емтихан тапсыру үшін өте керемет платформа. Бұл ақылы, қателеспесем, бұл қатты қымбат емес. Бірақ сіз 75 күндік пробный версия ала аласыз. Міне жерде жазылып тұр. Сіз 75 күнге аласыз. Мен мысалы бұны бірнеше рет алып көрдім. Сұраған кезде ол кісілер маған жоқ демеді. Қолданып көрдік. Арасында біз керек кезде сатып аламыз. Мысалы, бір айға сатып аламыз, қолданамыз, емтихандар біткен кезде подписканы атмена қыламыз. Сіздер де осылай қолданып көрсеңіздер болады. Бірақ біз осы видеоларда негізгі 3 платформаны талқыладық. Қорытындылай келе айтайын. Негізгісі енді Gradescope. Біз оны өте терең, детально ашып көрдік. Ол платформаны қалай алу керек, ол кісілермен қалай саудаласуға болады, қалай хабарласса болады, пробный версияны қалай сұраса болады. Бағалау процесін көрдік, статистика, аналитика көрдік, неше түрлі кеңестер, қателіктерді де талқыладық.
Енді негізгі уақыт сол Gradescope платформасымен болды. Одан бөлек Turnitin платформасын қысқаша айттық. И экзамен. Turnitin платформасы бұл мәтіндермен жұмысқа жақсы. Turnitin кез келген емтиханға жақсы. Сіз өзіңіз білесіз. Кодинг болсын, математика болсын. Просто сіз сұрақтарыңызды өзіңіз ішіне жүктейсіз, жасайсыз и емтихан өткізе бересіз. Жақсы, назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге бір пайдасы тиді деген үміттемін. Келесі видеоларда кездескенше.